Сәлем достар, мен бүгінгі видеомда ұл балаларға қоюға болатын мұсылманша есімдерді мағынасымен айтатын боламын. Ислам діні балаға мағынасы дұрыс, естір құлаққа жағымды көркем ат қоюға шақырады. Сондықтан балаға есім беру аса жауапкершілікті іс. Тіпті Ибн Аббас оған Алла разы болсыны айтқандай, баланың әкесіндегі үш хақысының бірі ескерту. Балаға Алланың көркем есімін беруге болмайды. Ол үшін есімнің алдына абды қосымшасын приставка қою керек. Абды мағынасы құлы, мәселен Абдул Карим болса жомарттың құлы, Абдурахман аса мейірімдінің құлы.